Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналымның құрметті көрермендері. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, тез дайын болатын дәмді рогаликтер пісіретін боламыз. Шаймен өте күшті кетеді. Өте еще тез дайындалады. Қанекей, ол үшін бізге 200 грамм қаймақ керек болады. Және оның үстіне 180 грамм сары май. Сары майымыз 60% сары май болса жетеді. Және оның үстіне тағы бір жұмыртқа қосып, осылай үшеуін араластырамыз. Осылай араластырып аламызды. Қазір үстіне ұн қосып, қамыр илейміз. Өте дәмді, үгітілмелі тесто дайын болады бізде. Менің каналыма тіркелмей көрген болатын болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Бізге ұнға разрыхитель араластыратын боламыз. Ол үшін бізге жарты чайная ложка разрыхитель керек болады. Осыны 450 грамм ұнға араластырамыз. Мен дайындап, елеп 450 грамм ұнды дайындап алғам. Соған араластырып, қазір осы сметанымызды жаңа дайындаған немізді үстіне салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, күшті қамыр болып шығады. Песочный қамыр болып тұрады. Үгітілмелі қамыр өте дәмді болады. Біздің қамырымыз мінекей дайын болып қалды. Енді осыны 4 бөлікке бөлемінде оқтаумен жайып, кішкене қатты қалыңдау қылмай 0,5 сантиметрде жайып аламда осылай. Және оны осындай бөліктерге бөліп, үстіне вареная сгущенка салатын боламыз. Бізде сгущенкамыз вареная сгущенка деповский болған жақсы. Негізі жақсы болғанда бұны қалай таңдаймыз? Бұл сыртында сұйық майы, жаңағы подсолнечный маслосы аз салынған түрі болу керек. Ішінде аз болған дұрыс, құрамында подсолнечный масло. Осылай бөліктерге бөлінген тестомызға кішкене салып, қатты көп салудың керегі жоқ, сыртына шығып кететін болады. Өзі ереді іште. Осылай салып, рогаликілер дайындайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мүмкін ішіне творог салуларыңызға болады. Және или болмаса орех салуларыңызға болады, грецкий орехты. Мінекей біздің рогаликтеріміз дайын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Өте дәмді. Күшті рогалики шаймен жақсы кетеді. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелейік.